Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы топ жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз: Арсенал Марато, Жезус және Зинченконы сатып алуды көздеп отыр. Барселонадан 10 ойыншы кетеді. Мане Ливерпульдан кеткісі келеді. ПСЖ Дембелені сатып алмайды. Осы және өзге де футбол жаңалықтары бүгінгі видеода. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса көп созбайық, біз бастаймыз. Мадридтік Атлетиконың шабуылшысы Альваро Марата Лондонға көшуі мүмкін. Британдық бақтың хабарлауынша, Ювентуста жалға ойнап жүрген ойыншыға лондондық Арсенал қызығушылық танытып отыр. Зеңбірекшілердің бапкері Микел Артетта испандықты осы жазда трансферлік терезеде канонерлер сапынан көргісі келеді. Арсенал ойыншы үшін 30 миллион евро төлеуге дайын. La Gazzetta dello Sport басылымының хабарлауынша, Альваро Маратаны Ювентустың өзі сатып алуға тырысқан. Бірақ туриндіктер Атлетикамен келісімге келе алмай отыр. Ювентус Марата үшін 15 миллион евро ұсынып отыр. Ал Атлетика ойыншыны 28 миллион евродан арзанға сатпаймыз дейді. Неге онда 30 миллион евро ұсынып отырған Арсеналға сатып жібермеске? Себебі Атлетикада екі нұсқа бар. Барселона бапкері Хави бұрыннан Маратаға көз тігіп жүрген. Ал Атлетика Гризманды Мадридке қайтарғысы келеді. Сондықтан екі команда Альваро Марата мен Антуан Гризманды алмастыруы мүмкін. Бұдан бөлек Арсенал Серж Гнабриді Лондонға қайтарғысы келеді. Ойыншымен қазір келіссөздер жүріп жатыр. Бірақ келіссөздерді соңына дейін жеткізу қиын. Себебі ойыншыға лондондықтардан бөлек Мадридтік Реалда қызығушылық танытып отыр. Ойыншының Бавариямен келісімшарты 2023 жылға дейін жарамды. Бавария ойыншыны сатқысы келмей, келісімшартты ұзартуға тырысып жатыр. Бірақ бұның бәрі бекер. Ойыншы командадан кетемін деп нақты шешім қабылдап қойған. Егер мюнхендіктер ойыншыны қазір сатпаса, келесі жылы су тегін айырылып қалады. Ал клубтан кетуі мүмкін Левандовскийдің орнына Бавария Ливерпуль шабуылшысы Садио Манені сатып алғылары келеді. Манеге Бавариядан бөлек ПСЖ-да қызығушылық танытып отыр. Sport One басылымының хабарлауынша, Мане Ливерпульдан кеткісі келеді. Бұған себеп ойыншының ағылшын клубында алатын жалақысы. Қазір Мане Ливерпульде 12 миллион евро алады. Билд басылымының хабарлауынша, трансферлік келіссөздер Чемпиондар лигасының финалынан кейін басталуы керек. Мане Ливерпульмен Чемпиондар лигасын ұтып алып, кейін Баварияға ауысқысы келеді. Бавария Вингер үшін шамамен 30 миллион евро төлеуге дайын. Арсенал қазір Ман-Сити ойыншысы Габриэл Жезус үшін басқа клубтармен таласуда. Бірақ бразилиялықтың канонерлер сапына ауысатынын сенімді түрде айта берсек болады. Жезустан бөлек Артетта украиналық Зинченконы да сатып алғысы келеді. Артетта Александрды орталық жартылай қорғаныста пайдаланғысы келеді. Бірақ ойыншы Манчестер Ситиде сол жақ қорғаушы позициясында жиі көрінеді. Микел Артетта Ман-Ситиде Пеп Гвардиоланың көмекшісі болып жұмыс жасаған. Сондықтан испандық Гвардиоламен де Зинченкомен де жақсы қарым қатынаста. Бірақ бұл екі ойыншыға тек Арсенал қызығып отырған жоқ. Егер ойыншы өзі кеткісі келсе, Ман-Сити бұған ешқандай кедергі келтірмейтін болады. Жезус Ман-Ситиден кеткісі келеді. Өйткені Эрлинг Холланд пен Джулиан Альварес осы жазда командаға қосылды. Ал Зинченконың болашағы бұлыңғыр болып көрінеді. Өйткені украиналық әрқашан Манчестер Ситидегі орны үшін күресуге дайын. Арсенал басқа клуб ойыншыларын аңдып жүргенде өз ойыншыларына да ұсыныстар келіп жатыр. Foot Mercato басылымының хабарлауынша, ПСЖ Арсеналдың жартылай қорғаушысы Николя Пепені сатып алғысы келеді. 26 жастағы жартылай қорғаушы канонерлердің негізгі құрамындағы орнын жоғалтты және команда ауыстыруға дайын. Ал ПСЖ болса еркін агент статусымен кеткен Анхель Ди Марияның орнына ойыншы іздеуде. Айта кетейік, Арсенал Пепені 2019 жылы Лильге 80 миллион евро төлеп сатып алған болатын. ПСЖ Серхио Рамос пен Кейлер Навасты жібергісі келмейді. Le Parisien басылымның хабарлауынша, екі ойыншы да келесі маусымға Парижде қалады. Бірақ олар келесі маусымда негізгі құрамда ойнамайды. Тек басқа ойыншыларды алмастыратын болады. Сонымен қатар Усман Дембеле ПСЖ сапына ауыспайды. Get France Football News басылымының хабарлауынша, Мбаппенің ұсынысымен ПСЖ Дембелені сатып алуға тырысқан. Бірақ париждіктердің жаңа спорт директоры Луиш Кампуш бұған үзілді келісілді қарсы. Луиш Кампуш Дембеленің болашағына сенбейді.
ойыншы көп жарақат алады, жаттығуларға қатыспайды. Бұл сұрақта шейхтарды аузына қаратып отырған Мбаппе Луиш Кампуштың арығына берілген көрінеді. Себебі Дембелені сатып алу Мбаппенің PSG-ға қойған басты талаптарының бірі болған. Бұдан бұрын Дембеле PSG-дағы інісі Мбаппеге сеніп, Барсаға клубтан кететінін хабарлап қойған деген ақпараттарда шыққан болатын. Енді жағдай қалай өрбитіні әлі белгісіз. Неймардың Челси сапына ауысуы әбден мүмкін. ESPN басылымның хабарлауынша PSG Неймарды сатуға қуана келіседі. Ал Челси болса Неймар бойынша келіссөздерді бастап кетті. Жақын күндері париждіктердің спорт директоры атанатын Луиш Кампуш PSG-да жас ойыншылардан жаңа команда құрғысы келеді. Ол бұл мақсатты қазірден бастап жүзеге асыруға кірісіп кетті. Клуб жаңа ойыншыларды сатып алуы үшін бір ойыншыны сатуы керек. Неймардың жылына алатын 35 миллион еуролық жалақысы басқа трансферлерге кедергі келтіреді. Осы жазда Барселонадан 10-нан астам ойыншы кетуі мүмкін. ESPN басылымның хабарлауынша каталондық клуб басшылығы 10-нан астам ойыншыға жаңа команда іздей берулерін ұсынған. Хави команданы қайта құруды жоспарлап отыр. Рика Пуча, Оскари Мингес, Мартин Брейтвейт, Самуэл Умтити, Клеман Лингле, Ферран Жуджле, Миралем Пьянич, Франсишку Тринкан осы ойыншылар Барсадан жазғы трансферлік терезеде кетуі керек. Бұдан бөлек Барселонада жалға ойнап жүрген Адам Трауре және Люк де Йонг өз командаларына қайтарылады. Қаржылық қиындықтарға байланысты Барса Мемфис Депай мен Фрэнк де Йонгты де сатуға дайын. Құрамда қайта құрғылары келгендігіне қарамастан Барсада үлкен мәселелер көп. Мысалы, Брейтвейт пен Пьянич командадан кеткісі келмейді. Ал егер Барса ойыншылармен келісімшартты бұзғысы келсе, ойыншыларға сатылым сомасын төлеуге тура келеді. Ал Лангленің үлкен жалақысына қарап, басқа клубтар ойыншыны сатып алғысы келмейді. Барсаға команданы тазартқаннан бөлек оны қайтадан толықтыру керек. Сол себепті Миланнан Каталонияға Фрэнк Кессие келеді. 25 жастағы жартылай қорғаушының итальяндық клубпен келісімшарты аяқталады. Ивуарлық мансабын Барселона сапында жалғастырады. Барселона ойыншымен 4 жылдық келісімшартқа отырды. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментке қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.